переходной возраст дейді, сол уақытта ол балаларға контроль керек болады да. Бірінші класста қандай сабақ берсе солай тәрбиеланады екен. Қаттыға қаледім да, менің қасымда күйеуім болса екен. Сүйінші пұлы ішінде ма? Қалай мына Ажапаны мен подкастыма шақырмадым. Ау, сіз маған имканият бермейсіз бе? Мен кітте бір ойланып алар едім. Оның орнына бір кило көш алғанда не қатып. Хау бала, деді, сен қаяқтан шыққан лор екенсің. Сонда бір айтылу керек та негізі. Туу процесінде не болатынын ешкім айта алмайды оны. Хамиге сәлем, бұл күнде лайк подкаст, ал мен басылшыңыз Перизат Аяпергенова. Бүгін ортамызда мейманда әрбір хаял қыз үшін ең кереклі инсандардың бірі. Жәмиетте өз орнын иелеген, кәсіптік несіне дәрежелеріне қарағанда жүда құрамалы һәм қызық, маған да қызық. Бүгін сіздермен бірге біліп аламыз. Ортада күнде лайк подкастында Райхан Абдуллаева. Хош келіпсіз. Ассалаумалейкум, құрметлі сол канал бақылап барушы достар. Бүгін сол Перизат сол өткен жылдан бері бүгін келеміз, ертең келеміз. Бүгін несіп етікті келу. Сол хаммеге бүгін күн жақсы өтсін, үміт дейміз. Қызықтырған сұрауларыңыз болса, мархамат. Әлбетте. Ажапа дұрыс айтты, көп уақыттан бері сөйлесеміз, бірақ достаса алмай жүрміз. Бүгінге несіп еткен екен, хош келіпсіз. Ал ондай болса, біз бүгін баслаймыз. Ең бірінші әрбір мейманға беретұғын менің сұрауым, балалық уақытыңыз, балалық шақларыңыз қандай өтті, қаяқта өтті, қай жерде туылдыңыз, сол бір уақытлардан баслап, сәуетімізді бастасақ. Енді мен өзім милетім өзбек, анам қарақалпақ, сол менің шаңырағым сол анам тәріптен әмесі мұғалім десе болады, шайыр, сондай. Ал әкем тәреп болса юрист, сондай. Енді менің әкем төрткілі, бұрынғы уақыларда сол су алып кеткен уақыларында сол Нүкіс қаласына көшіп келген. Әмде әкемнің әкесі сол Нүкіс қаласында домлар салып, енді сол строитель болғанда, архитектор, сондай. Сол себеплі біздер Нүкіс қаласында, мен өзім туылып өстім. Біздер шаңырақта 5 перзентпіз, 4 қыз, 1 ұл. Біздер сияқты екенсіз. Бізде сондай 4 қыз, 1 ұлмыз. Нешінші перзентсіз? Мен 3-ші перзентпен. Алдымда сол 2 ажапам, 1 ажағам, ондан кейін мен, һәм менің кішкентай сіңлім. Еледе мен үшін кішкентай. Арамыз 1,5 жас болған үшін біздер бір қатты менің достым десем де болады. Сондай шаңырақтарымыз. Балалық уақытларыңызда сондай бір мәуретлер болды ма? Қазіргі Райхан Абдуллаеваны қалыптастыруге бір түрткі болып қалуы мүмкін, яки қандай да бір арзу, яки кімдір себепші? Мәселен, қазір жәмиетте өзіңіздің гіреулі орныңызға ие инсансыз. Әлбетте, бұл әрбір сол қыз баланың балалығы өзінің сол ата-анасының тәрбиясы шаңырағында сол айтады ғой, үйде көрген нәрсені сол ятта қалатындай болып, сондай бір мазмұнлы өмірде бір қате жолға қойдым, бір өмір тәжірибесінен келіп шығып, сондай дәрежеге жеттім десем адаспаймын. Сол балалық шақта хами бұрынғы уақытларда сол ата-анам Астрахан деген қала бар. Сол жаққа апарып, біздерді қыдыртып, сол шаңырақта сол балаларымыз ятта қасын, айтады ғой, воспоминание дейді ғой, балаларда. Сол ятта қаларлықтай сондай мемлекетлерге қыдыртып, сондай мынандай камалға жетісуіңіз керек балаларым деген көп насихатлар айтатын еді. Сол
бирөөбүздөн кийин бирөөбүз окуп, хаммебиз өз орун таптык. Кудайга шүкүр, әйтеуір хамме түгөлмүз өмүрдө. Эң кубанатын жерим ошо анамдын көп маслихатларын тыңлаган халда ушул жолда ушундай камалга жетиштим десем адаспайман. Және де сол енді біздер сіңлім менен бір ярым жас арамыз болғаннан кейін сол сіңлім хамише маған дос болып келген да. Бірге сырласамыз, әйтеуір бірге мектепке барып, хаттекі сол бірінші классқа мен барған уақытымда неге енді менің сіңліма бармайды дегенмен да, себебі классымда нешінші жылсаң десе, тап менің сіңлімнің жасындай болған. Хаттекі сол үйдің алдында сары картошка гүл деп айтады. Солар өсіп тұрған теріп апарып, сол сіңлімді мұғалімге апарғанмын да. Мұғалім менің сіңлімді менің классыма алыңда депті, ата-анамызға айтпай. Яқшы, онда санап берсе деген да. Мен оған даже санабам үйреткенмін да. 50-ге дейін санап бер депті. Жай жанетте болсын, ол мұғаліміз көз жұмды. Тым жақсы, сол бірінші класста қандай сабақ берсе, солай тәрбиеланады екен. Енді өмір тәжірибесі бұл менде. Сол 50-ге дейін санап берді да менің сіңлім. Себебі мен үйреткенмін да. Мен не оқып келсем, соны үйрететін едім. Себебі оқу уже басылып кеткен еді. Енді біз ол кездер түсінбейміз ғой. Қатты өкпелегенмін да мұғаліммен. Неге енді менің сіңлім 50-ге дейін санап берді ғой. Жазып берді, алса болады ғой деп. Енді балалық қой, түсінбейміз ол уақытта. Сөйтіп кейін шақырып алып, ол мұғалім айтқан маған, сенің сіңлің елі тайын емес депті. Кейін үйге барып айтамын да сіңліме, мен саған сонша үйреттім ғой, неге сен мұғалімге жауап бермедің ба деп. О күйіп пісетті да. Яқ, мен әме сұрауына жауап бердім, әме сұрауына. Сіз қандай үйреткен болсаң, соны айттым мен дейді. Кейін жаңағы теріп барған гүлдерімді алып қалып, сөйтіп бір күліп қараған еді. Мен білмеймін, енді сөйлескен шығар. Сонынан сол жұмбақ болып қалды. Кейінгі жылы бірінші классқа барды. Сонымен оқуға түсіп кетті ғой. Сол балалық шақта. Жақсы. Жаңа айтып отырсыз ғой, әкемнің сол бір мемлекеттерге қыдыртырып, саяхат қылдырғаны. Әлбетте, көп ата-аналарға сондай бір айтылу керек та негізі. Үйде қандай да бір жерге барылу, айлану керек болса, оның орнына бір кило көш алғанда не қылады, оның орнына үстіңе бір нәрсе алғанда не қылады деген гап сөз көп та жәмиетте, шаңырақларда. Негізі баланың есінде қалатұғын жаңа айтып отырған эмоциялар, айланғандағы практикада көрсетілген, ол да тәрбие. Ол да келешекке болған сол перзенттің басқаша қадемлерін өзгертетұғын тәрбие да. Енді мен өмірлік жолдасыма да айтамын да, қазір біздердің балаларымыз кішкентай, бұлардың мамасы да кішкентай. Мәселен, менің ата-анам сол Астраханға апарып, мен көрмеген циркларды, корабльдерді, сол хатикі сол музейлерді ізіне ертіп жүріп, бесеуміз ғой енді біздер, 5 баланы сол ерінбей ізіне апарып, сол көрсетіп жүретін еді. Еліге шеккен меселмен ең ядымда қалған сол жердің мороженое мен қазір мына жасыма келіп, о мороженейді еш жерде жеген емеспін да. Елі құмсайман. Сол әкеліп сатқан машинасы, біздер ол кезде көк ақша, қызыл ақша дейтін ек, еттағатын, неше сом мен елі білмеймін. Сол қызыл ақшаға беретін еді. Сол Астраханда 3 айлық лагер дейтін еді. Соған жаз келсе, қашан жаз келеді деп, 3 ай каникул келеді деп, содан затларымызды жинап, Астраханға алып кетіп, сол жерде 3 ай каникулымыз жүдә мазмұнлы болып өтетін еді. Тауларға шығатын едік, сондай баққа баратын едік. Солар еслеп айтаман да, сол балаларымыздың үлкейіп, сондай машқалар көбейіп кетпестен алдын, мәселен, переходной возраст дейді, сол уақытта ол балаларға контроль керек болады да. Телефон бақылау, ол тайырлыққа барып атыр ма, бармай атыр ма. Сондай машқаларға біздер
көміліп қаламыз, бірге барайық, балаларды алып барайық деймін, бірақ бірге барамыз әр сол таза жылда, соң жазда. Ол балаларым қазір мен құрдастарыма шекем айтамын ғой, сондай қыдыру керек деп, не сол түрткі болып хамеміз тауға барамыз, сол Қазақстанға қыдырып келеміз, сол балаларымыз, хамеміздің балаларымыз күтіп жүреді. Елегеден Құмсайт қашан жаз келеді, хаме құрдасылар рация алып алады, машинада шығамыз. Сол рацияда балаларға қызық қой, енді рацияда балалардың атларын біреу барсам ба деп сөйлейді да, сондай есте қалатындай балалық шақ өту шәртлі түрде, оны хаме шаңырақ біліп, сол қадірін білу керек деп есаплаймын. Сол бір дәуірлердің. Енді мен бұл жеке өзімнің пікірім өмірдегі, ол сондай сілесін деп айта отырғаным жоқ, но бірақ шаңырақ бұл не дейді, қадірі бәлен, сол шаңырақтың мазмұнын түсіне тұғын болған соң балаларға, именно сол перзентлерімізге сондай ятта қалатұғындай болу тиіс, тәрбияда жақсы болады деген үміттемін да. Егерде олар 12 жас, сол 15-16 жас болып кетсе, бұл балаларға қадаған да, олар тексеру керек болып қалады. Олар гормональный изменение дейді, переходной возраст дейді. Сондай уақытта біздер оларды жалғыз қалдырмастан тур жолға салып кетуіміз шарт та. Соның үшін балалық шақтағы сол балаларды солай тәрбиялау керек деп ойлаймын да. Соларға реңлі эмоциялар сыйлау керек. Қандай жақсы, қазір мен өзіме сондай бір нәрсені түртіп қалдым сіздің айтқан инсайтларыңыздан. Құрдастарыңызбенен бірге хаме рациялармен қандай, қазір менің өзім сол бір неге түсіп қалдым, автобустың ішіне. Қандай зор. Сол машинада хаме біздер енді такси шақырайық десек көппіз да, енді хамеде 3-4 баладан сол машинада шығып бір-бірімізге қарап, сондай парклар, тауларға барып қыдырып тұрамыз. Зор, қандай ажайып. Әрбір инсан бұл нәрсені негізі жаңа айтып отырсыз ғой, менің пікірім іслең деп айтып отырғаным жоқ, іслеу керек негізі. Өзімізді бақытқа бөлемесек, сырттан келіп ешкім біздерге ол нәрсені інам етпейді. Ал өзіңіз медицина тарауына қалай кіріп келдіңіз? Шаңырағыңыз педагоглар шаңырағы, құрушылар шаңырағы екен. Сізде қандай бұрылыстар болды? Енді менің анам тараптан сол Жұманазаров Аяп деген ажағасы болған. Күшлі анестезиолог врач еді. Қарақалпақстанға сол белгілі мені көріп отырғалар болса, әлбетте еслейді. Хәммеге жәрдем берген ол кісі. Сол үйде кімдір ауырып қалса, мамам, ажаға, менің қызым сондай болып ауырып жатырыпты, мен не қылайын деген уақытта, сол сразу сіңлім неқа кел, андай қыл, мынандай қыл дейді да, астында Волга деген машина бар еді, оны үкімет беріп қойып еді да. Сол машинада тез жәрдемде етіп, қандай жақсы хаял адамның ағасы болса, алдында сүйенер тауы, және ол врач болса. Сондай қылып, соннан үлге алғанмын мен. Кішкентаймын ғой, енді біздер ауырып қалған кезінде соған телефон қылып, уақытта үйде сол толайтын телефон, сол звонок қылып шақырады, содан больницаға кетіп, әйтеуір капельницаларды қойып тәуір қылатын еді да. Сол үйге қонаққа шақыратын еді тез-тез, үйден шай ішіп кетсе ажаға деп. Сол үйде туған күндер, тойлар болса төрге шығарып. Қазір қайтыс болып қалды енді ол. Шай жәннатта болсын анам. Сол анамның ажағасына үлгі алдым. Хам шпакер болуға миясар болдым десем адаспаймын. Онан кейін сол 11 класты біткеріп атырған уақытымда мен анам айтқанмын да, хамеше сол
анам мен ойласамын да, айтатын қызым, қайсы кәсіпті таңдайсың, енді сен 11 классың деп айтқан кезде, сол мама, мен врач болсам қалай болады екен, маған сол кәсіп ұнайды деген уақытымда, менің анам ешбір перзентін саған ол болмайды деген емес та. Дұрыс балам, сен соны таңдасаң сондай болады дейтін еді. Менің сол ажағам шофер боламын дей беретін еді да. Себебі менің әкем шофер уақытта престижный специалист болғанда, сол қазір айтсам, әкем мені машина айдап үйретті да. Енді қазір тірі ғой әкем, құдайға шүкір. Сол скорыйда машина айдап, бірінші ең трансагентство деген болған, ол уақыларда сол алдын ол жауып қалған жұмыс, онан кейін скорыйға жұмысқа өтті. Сол оқуға тапсыратын кезіме мен қызым врач болады деп, мен врачқа таныстыратын еді да. Оқып жатырды, институтта оқып жатыр менің қызым деп, не? Сол жақсы екен деп, сол дежурство уақытлары үйге келіп, енді бос уақыты болса жүгіріп келіп, шай ауқат ішіп, біздерден хабар алып кететін еді да. Мен врач, сол фельдшер қасында жүргендер. Соның үшін бір звонок келіп қалады, ал пәлен жерде авария болыпты дейді да. Содан жүгіріп кетеді, үйден қайтып шыққанын білмейді. Сол кезінде ал не болды екен, не қойды екен деп уайымлап отырасың. Негізінде скорыйдың жұмысы көрінбейді ғой, бірақ мен балықтан көзім көріп өскеннен кейін бәрше скорыйларға айтарым, сол күш қуат, жұмысларында шаршамасын. Кім скорыйда істейді деген сол коллегаларым болса, мен жүдә құрметім бәлент оларға. Себебі әр түрлі ситуация олар көз алдына өтеді, айтып болмайтын дәрежеде де. Бұны біреуге айта алмайсың. Мәселен, бір инстаграмға шығара алмайсың ол жағдайды. Ол көзге көрінбейді, бірақ ең жауапкершіліклі кәсіп скорыйда да. Сондай қылып таныстыратын еді. Қазір көплеген сол шпакерлер таниман да. Хау, сен Росынбайдың қызсың ғой деп айтады. Еліге дейін да, енді ауа деймін. Папаң қалай дейді. Жақсы, үйде сол скорыйдан пенсияға шыққаннан карантин басылып кетті деймін ғой. Сондан бірақ енді көпшілік уақытта ковид болып ауырды, енді қазір тынышпыз, Құдайға шүкір деп жатырмын ғой. Енді халқымыз сол уақытларда сондай врачлардың бір қадірі бәлент болып, халық біледі. Сол пенсияға шығып, қазір үйде. Денсаулығы жақсы. Сіздің именно лор врач болуыңызға не затлар түрткі болды? Неге именно лор? Енді шпагер мединститутты бітірдік, бакалаврды. Сондан соң 6-шы курста тұрмысқа шықтым. Әлбетте өзім қалеген, сүйіп қосылған өмірлік жолдасым. Ол да хирург детский, врач, біздер шаңарақпенен, сол және де сол шпакерлі шаңарағында тұрмысқа шықтым. Сол кезінде өмірлік жолдасымен ойластым да. Мен негізі өзі окулист болғым келетін еді. Өмірлік жолдасым айтты, Райхан, сен бір лор кәсіпті таңдасаң қалай болады деп та. Лор деген өзі хаммеге білінер білінбес кәсіп қой, кереклі ғой ол деді. Сонан соң мен қызығы бір көрдім. Лор қандай, мен бір окулист болғым келеді ау десем, лорды таңла деді. Яқшы дедім. Сонан сол лор шпакері болып ординатураға түстім. Ол хирургияны оқыды. Қазір жақсы детский лапароскопист врач. Қандай жақсы. Ең бірінші науқасыңыз дейсіңіз де, сізге қандай сабақ берді, яки қандай сезім болды сізде? Ең бірінші. Мен сол өзімнің ұстазымды айтып өтсем болады, оқуға түстім ординатураға.
сонда біздер енді ординатурада оқыған уақытта хаммені бөлістіреді да. Мәселен, резбольницаға бөлістіреді, онан кейін рездетскийға деп. Мәселен, үлкен сол взрослый лор болатын болса, резбольницаға барады, детский лор болатын болса, рездетский больницаға барады. Сол оқуға түскен уақытымда больницаға бардым. Барсам, Айтжанов, Мырзакәрім Айтжанов отырған екен. Мен оқуға келдім аға дедім. Келің деді, сонан қасымда және бір достымыз бар, ол да оқып жатырды. И және бір уже дипломды қолға алатұғын коллегамыз бар да, енді ол да бар. Тек үшеуміз ғана оқыған едік та. Кейін сұрастырып қарасақ, ол ұстазым, сен енді мен сұрайды ғой, кімнің қызсың сен деп. Хау дедім, сен Жұманазарова Мұнайхан соң сіңілсің ба деді. Ауа дедім. Хау бала деді, сен қаяқтан шыққан лор екенсің, менің қаным жүрген екен ғой деді. Мен түсінбедім бұл уақытта. Мен сенің дайың боламын деді. Сөйтіп қарап, бір-бірімізге қарап қалдық. Қалай сонда дедім. Сенің мамаңның мамасы бар, Перхан деген. Менің әжем бар, Перхан дедім. Себебі мамам үйге анасын алып келіп, оларда көпшілік туысқанда таласатын еді мамасына, не? Мен алып кетемен деп, сол кезде үйге келіп, болған уақытларында кітап оқып беретін едім да әжеме. Сонда сол әжемнің Перхан, Зерхан деген туысқан сіңлісі болған екен да. Соның баласы екен. Сөйтіп айтады, мен сен дайыңман дейді. Ұсақлардан келген екен ғой, сенде ұқып бар, сен елі өніп өсесің деп қоймайтын еді да. Хәме затты үйрететін еді. Операция бар ма, қандай науқас болса да, сол қасында қалмасынан бірге жүріп, мені сол сапалы, сол балалар лор-шпакер болып жетілісуіне 70% үлесі бар. Сау болсын деп қаламан, еледе сол тірі, Құдайға шүкір, жасап жатырды, барып пәтесін алып тұраман. Сол. Қандай жақсы. Мен де өзім баламды дүнияға келтіргенде қаттыға қаледім да, менің қасымда күйеуім болса екен. Палатада да қасымда күйеуім жатса екен, бәрібір оның қарағаны дұрыс, жаман дей жақ емеспен. Хамесі жақсы, орында қарап жатыр, хамеге бірдей. Бірақ мен сол палатада өмірлік жолдасыммен болғанда қандай жақсы болар еді. Бәрібір бірінші перзентіміз, қаттыға қиын болады да, белден отырып тұруың, чай демлеуің, гормональный поддержка десең болады. Сол қасымда болса екен. Кейін сізбен сәубет алғым келгені ең бірінші сол телеканалда көрдім, сол жеке туу үйі ашылған. Сол кезде мен айтып едім, бек дақалесе, өмірлік жолдасым аты Айызбек, дақалесе бір жетілісіп кетсек, хамесі жетіп тұрса, бір не ашайық, роддом ашайық, туу үйін ашайықшы. Өмірлік жолдасларымен жататұғын, просто біздер ашып берсек болды. Ішінде докторлар өздері келсін, сол затты әмелге асырсын деп айтқан едік. Сіздің сол бір клиниканы көріп қатты қуанып, айтып, хам сізді ізлеп, мен бүгін дұсасып, сол басқышыларды сөйлесіп отырмыз. Қандай жақсы. Енді бұл роддом ашқаласы, бұл жауапкершілік, бірінші орында. Бұл аңсат болған емес, көп биік таулардан өтуге тура келді. Оны мен өмірлік жолдасым, үйдегілер хамеміз білеміз, қандай халық үшін да былай қарап тұрсақ, неге енді біз Қарақалпақстан рауажланбасқа? Енді көплеген беретұғын сұрауы, сүйінші пұлы ішінде ма деген. Былайына қарап тұрсақ, қаме нәрсе қол жетімлі бақада. Өзі 3 миллион сом, оның ішінде анализі бар, анықланатын, УЗИі бар. Сол анахан балаға
не керек, мәселен пупочный зажим ба, оған система ма, оған окситоцин ба, оған виказол дәрісі ма, бәрін есап кітап қылған халда сол сумма шыққанда. Себебі қазір менің сол дәрі системасын біз шпакерлер болғаны себепле, мәселен бір цефтраксионды алып қарайтын болсақ, әр түрлі фирмадан шығатын цефтраксионлар бар, оның суммасы әр түрлі. Себебі растаможкасы әр түрлі келеді. Өзбекстан бар, Россия бар, Туркия бар, мәселен. Солардың апуайы суммада біздер алып қойып қойғанбыз да ішіне. Құлас теке бір цефтраксионды пример еттім, но бірақ басқа да дәрілерді сол арзан бақада алып соның ішіне қойғандағы хаммесі текке кассаға бір төлейді, болды, басқа төлем жоқ ол жерде. Егерде ана бала туу процесінде қандай да бір қан кетуі күзетілуі мүмкін, мәселен, ол ана үшінші туу процесі болып гемоглобині 5 болуы мүмкін. Оған қандай да бір қосымша кеселі болса, егер ол ананың да, анемия бола ма, ямаса давление жоғары бола ма, сондай жағдайда ғана қосымша қосылатығын дәрі дармақлары бізде алдынан бипул скрининг қылынады. Сол докторымызға жазылып, тексеруден өткізіп, алдынан жазып беріледі. Сол себебі айтып болмайды, анаған баланың денсаулығына 100% туу процесінде не болатын ешкім айта алмайды оны. Бірақ Аллаға шүкір, сол біздер ашқан частный роддомда бүгінгі күнде хамме қуанышлы, ыссы су, мұздай су, лума Европа шарият бар десем мен адаспайман. Әр бір сол туылған баланы өзім барып есту қабілетін тексеруде, оның вакцинасы алынып жатыр ма, анаға вакцина салынып жатыр ма, хаммесін қадағалап барып, метрикалары беріледі сол клиникамызда, больничный ашылады. Міне жақында хамме сұртаға өтті, медицина бірлеспесі, Улума Өзбекстан бойынша. Сол біздерді клиниканы, Құда қалесе, сол Дімет программасына қосып, әрқайын және де сол жерде туыл батырған 12 поликлиника, себебі туғаннан кейін үйіне барып патронаж қылу керек та, өсуін, бойын өлшеу керек, оның уақытында вакцинасын алу керек. Соларды сол Бабурмед хоспиталда туылды деген енді компьютерына келіп түсетті, да, сөйді туылды осындай Бұқара деген. Мен сұрауларым ішінде бар еді, сол жақлар қандай болады деп. Әмесі Ал бар. енді мәселен толғақ деген ең қашан келеді, қандай уақытта болады білмейді ғой. Алдынан сол келіншектер хабарласып қоя ма? Яки сол толғақ уақытында барып мен сол жерде босанамын, сол жерде жатамын деп айтады ма? Енді келіп көрінеді докторымызға, біздерде текке бір врач істемейді ғой. 8 врач айланып 24/7 қызмет етеді. Себебі бұл күндіз күні туды, мәселен, оны туу алдын таярлау қадым басқа. Туудан кейінгі қарайтығын басқа да. Әр қайсысы әр түрлі қанегейлер бар. Туу процесінде командная работа болады. Ол жерде акушер-гинеколог, детский медсестра, неонатолог, акушерка, санитарканың рөлі ең ахметлісі. Қолас бір 7-8 адам сол ананың босанаман дегенге шекемгі қатынасатығын врачлар бөлек. Туудан кейінгі процесс қарауам керек, олар қан қалып қоймау керек, температура бермеу керек. Ұлымалық айтқанда 24/7 жұмыс істенеді да. Толғақ дұрыс қалген уақытта басыланады. Түнде ма, ол таңда ма,
сол нәубетші тұрған докторға күнде айтылады, бізге пәлен төлен сол беременная келді хаял, хамледар хаял, бұның уақыты сондай уақытта еді депті. Сөйтіп жазылып, көрінгендер сондай қылып келе береді, түнгі уақытта түнде босатады. Дежурствода тұрған докторлар күндізгі уақытта күндіз. Енді 2-3 мәрте рубец, яғни кесарево болған хамледар хаяллар бар, олар плановый болады. Оларды да өзінің уақыты сол 39-40 хапте, яммаса бір жыл болды, кесарево туды, және бір жыл көтеріп қойған болса, олар ертерек босанады. Себебі оның тігісі ашылып кетіп, іште қан кетіп, бала тұншып қалу қаупіне ие. Ондай жағдайда бұларым толғақ күтіледі, бірден ешкім кесарево қылмайды, толғақ күтіледі, тексеру өткізіледі. Сондай хамледар хаялар тексеріліп, сол суын жағдай қандай, сол баланың өсуі қалай, баспен келді ме, ол аяқпен келді ме, һәм скрининг тексерулер алдынан өтіледі. Һәм де сол шыққан суммада бір төлем төлейді, болды, басқа төлем жоқ ол жерде. Сол төлемнің ішінде неше күн жата алады, мәселен, емленіп, қаранып, баланың прививкалары бар бірінші. Прививкалары салынады, бірінші күнде салынатын бар, үшінші суткада БЦЖ бар салынатын. Өзі 3 күн жатылады. Егер кесарево менен туылған болса, 5 күн жатылады. Енді анахан баланың жағдайы жақсы болса, 2 күнде шығып кетіп жатса болады. Себебі кішкентай болуы мүмкін ол баланың мамасы, үйінде және бір баласы бар болуы мүмкін. Егер жағдайы жақсы болса, сол акушер-гинеколог рұқсат берсе, 2 суткада да шығуға болады. Бірақ оның БЦЖ-сын ертесіне алып келіп, шаныштырып кетеді. Әмесі өзімізде амелге асырып отыр. Қандай жақсы. Енді біз күнделік подкастымыз тек арнан көбінесе хаял қызлар көреді, келіншектер көреді. Әрбір келген мейманның сол бір жеке мұхаббат жолындағы өмірлік жолдасымен танысқаны, қандай уақытта өзі ойлаған инсанына ма, сол бір сұрауларды сұраймын да мен. Нелерге бар беру керек енді тұрмысқа шығатын қызлар мәселен? Нелерде қате жібермеу керек? Сіздегі ең бір есте қалған сезімлер қандай болды, яки жәнжелер, шаңырақтағы тұрмыс құрғаннан кейінгі? Солар хақында бір бөлісіп өтсеңіз. Енді қыз бала дүнияға келгеннен кейін ананың рөлі, сол тәрбиясы қызға берген 80% сол анада. Себебі бұл қыз баланы өсіріп, оны тұрмысқа беру, ол менімше бұл хаял адамның ең биікке шоққыға шығып бір медалменен бір тең деп ойлаймын. Себебі ол қызды камалға келтіріп, оны инсан болып жетілсуде ол жүдә қиын нәрсе да. Мәселен, сол қыздың сол дүнияға келгеннен кейін алдына бір мақсат қойып жасау керек та. Мен кімменен тұрмыс құрып атырман деген бірінші мақсатте. Дұрыс, енді сұлу қызға кімлер сөйлемесе, кімлер келін қылғысы келмес дегендей. Соның үшін дос болып сөйлесу керек та, қызбенен, өзінің қызыменен. Мәселен, анасы өзінің қызыменен дос болып сөйлесу. Ешқандай бұл бір, мәселен, қазір мен өзім қызым мектепте болған уақиғаларын айтады. Бірақ сіз оны сабырлықпен тыңлап отырып, оны маслихат беру керек та. Сен мына жерде дұрыс қыпсаң, қызым, сен мына жерде қате қыпсаң депті. Сонда ғана бұл қызы алдына мақсат қойып жасайды.
деп ойлаймын да. Енді мақсат қойып жасаса, енді ол мақсаттан бір түзеу болу керек қой енді. Ұлыма инсан мақсат қойып жасаса, алдына қойған мақсатіне ерсіп, әуел өзін сендіру керек та, сол мақсатке ерсу үшін. Мәселен, менде бір мысал өзімде да. Мен бірінші сол мед колледжда оқисам ба, қызым, кейіннен вузға тапсырасам ба деген уақытта, мама, мен сол бірінші вузға тапсыра берейін, таярланып дегенмен да. Онан кейін яқшы деп, мен таярланғанмын, сондай да, мен кіруім керекпен деген бір мақсат. Өзіңізде бірінші сенім бар. Сенсең де, өзің оқисаң, кітабың, сондай сенім болды. Оқуға түстік, бюджетке, контракт емес, мәселен да. Сондай мен кіремен, мен оқиман десе, анасы дұрыс сен қызым деп, хәмеше қоллап қуатлап тұрса, бұл мақсатке муафиқ жетеді о қызда, әлбетте. Соның үшін анасы сол қызбенен дос болып сөйлесіп, сырдас болып сөйлессе, онан кейін ол анасы көмек береді да, сол мақсатлерге ерсуге. Мәселен, мен ординатура оқып бітірдім, бірақ сол сапалы шпакер болуым керекпен. Оның үшін мен іліми жұмысымды басылауым керекпен дегенмен да, мен аспирантура оқығаным жоқ. Мәселен, еркін ізленуші болып, өзіме тиесілі, өзімнің темама тиесілі сол Қарақалпақстандағы балаларды жинап, жазып барып, мынау операциядан алдын осындай болды, кейін мынандай нәтиже берді маған депті. Сондай материалдарды жинап, әлбетте мен сол PhD намзатына ие болуым керекпен деп, мәселен, тұрмысқа шыққаннан кейін мақсатым болған да. Сондай қылып мақсат қойса алдына, соған ерсуді әлбетте анасы, оның өмірлік жолдасы таңлап. Енді қыз бала өзі таңлайды да өмірлік жолдасын. Мәселен, сізге сұрау. Сіз өзіңіз таңладыңыз ба өмірлік жолдасыңызды? Мен де өзім таңлағанмын да. Соның үшін қыз бала әкесіне қарайды да, менің әкем мәселен қандай деп, менің әкемде өмірлік жолдасым болса екен деп арман етеді ол қыз. Әлбетте да. Мен өзімім сондай болғанмын. Мәселен, мен әкем қатты ақкөкірек, шаңырақта, біздерге бір мейірімлі болғаннан кейін өмірлік жолдасым демек, мен шпакер болсам, мен де сол шпакер таңлауым керек деген мақсат болған да менде. Соның үшін біреуді түсініп, жаңағыдай ойласып болса, сондай мақсатке ерсет деген үміттемін да. Дұрыс айтасыз, жаңа маған сұрау бердіңіз ғой, өмірлік жолдасыңызды өзіңіз таңдаңыз ба? Көп ер адамдар ойлайды да, негізі менің таңлауым осы қыз деп, негізі ер адамлар емес, аял қызлар таңлайды. Мәселен, көп жерлерде айтамын да, негізі сен емес, сенің таңлауың ол. Енді шыда, енді сабыр ет, енді оны өзгертуге өзің әрекет ет деп, мәселен, ер жігіт аял адамға мұражат етіп шығады, сені жақсы көремін, ұнатамын, сөйлесейік. Қызға ол ер адам ұнамай тұрса, яқ деп жібереді. Ал ол отказын алып кете береді да. Негізі жұптылықтардың арасында сайлау, көбінесе таңлап, оны өмірлік жолдас қылып қасында жүру аял адамның қолында да. Аял адамда көп не болады, таңлау болады демекшімен да. Соның ұшында жаңа Ашпаның айтқандай адаспау керек. Қандай өмірлік жолдасты таңлап жатырсыз, қандай бір көз қараспенен оны көріп тұрсыз, идеалыңыздағы. Дұрыс, идеал адам болмайды, бірақ бәрібір сіздің ішкі сезімдеріңізге, сіздің сол бір ойыңызға тура келетұғын инсанды таңлау керек. Дұрыс. Келінлік уақытларыңыз қандай өтті мәселен? Ене менен келін арасында машқалалар, ешбір немнен мималарынан қалмай тұғын сұрау. Сол бір басқашылар қазір жәмиетте көп. Жақсы келін образы, жаман келін, жаман ене, жақсы ене образы. Сіздерде сол образлар қандай болды? Енді
сол өмірлік жолдасым менен 10 классымда танысқанмын да. 10 классымда танысып, бірге даярлыққа барғанбыз. Бірге сол мед институт оқуына кіруіміз керек. Біздер әлбетте сол шпакерлер шаңырағына айлануымыз керек деп мақсат етіп қойдық. Соннан бері біздер институтқа кірдік. Мен 6 курс болған уақытта, ол 7 курс болды, менен 1 жыл бұрын оқыды да. 7 курста ол үйленді. Ұзақ сөйлестік те. Соның үшін менің үйімше, оның үйінше енді хамесі білет та. Сөйлесетұғынымыздан, қай жерде тұратұғыннан, сол менің енемнің төркіні, менің сол төркінім екеуі жақында. Мен ойламағанмын ұлыма, енем сол көшеде тұрады деп та. Негізі мен сол көшеде ойнап өскенмін да. Менің достарым сол көшеде еді. Сол көшеде ойнап жүріп, бір Nexia деген машин келетін еді. Ол уақытта машина, енді ол нешінші жыллары сол 98 жыллары, 97 жыллары. Nexia деген машина ол уақытта. Сол машинаның артына түрлі мүйелер тұратын еді. Соны яшик үйіне кіргізіп жатқанын көрдім. Ойнап жүріппіз ғой енді сол көшеде да. Мен балалықты қарап тұрып, сол үйдің ағайыны болсам еді дегенмен да, расы ойнап жүріп не. Мен білмегенмін, ол енемнің төркіні, ол туысқан ажағасы екенін білмегенмін. Оның ажағалары сол Германияда, бір сіңлісі Түркияда, түрлі мемлекеттерде сол жұмыс істеп, сондай фруктылардың әмесін үйіне алып келіп, сол келіп кетіп жүрген уақытлары сол көшеде ойнап жүріп, деп қарағанмын да, мен сол үйдің ағайыны болғам да, деп та. Арман еткенмен да, ойнап жүріп. Кейін сұрастырсақ, енем айтады, мен үйім ғой, дейді да енді. Сол айтады, ата-бабадан гәп қалмаған әмесін айтып өткен. Балалықта не ниет етсең, жастың тілегі қабыл болады деген дейді. Сол періштелер әумин де жіберген болса керек. Ол үйде, сол көшеде ойнап жүріп, еш өмірлік жолдасын көрмегенмен да, бірақ басқа ағайлардың әмесін танимын. Сол дәуірді танысаңыз керек сізді. Сол көшеде ойнап өстік. Футбол ойнасақ, футбол ойнаймыз, баскетбол ойнаймыз. Сол ойнап жүріп, кейін бір күні сол даярлықтан қайтып кетсек, мен ажағам ғой дейді. Балаң қаяқтан танисың дейді, енді мен өмірлік жолдасым. Бізде балалықта бірге ойнап өстік десек, менің інім бұл дейді. Мен айтады, мен ажағам дейді. Сондай ма? Деп қойып, енді жаңағы сол көшенің ойнап өсіп жүріп, сол үйге келін болғанмын да. Демек, қайынелеріңізбен де жақсысыз, араларыңыз жақсы. Танимыз бір-бірімізді. Сол өзі енемем айтады, келінім менің дәл өзім деп. Келін ененің топырағынан дейді ғой. Сондай. Дұрыс. Қандай ажайып, мен баста сөйлесіп жүрдік, енді көптен бері сөйлесіп, бірақ дұрыс алмай жүрдік деп айта тұрман ғой. Телефоннан сөйлескен кездерде дұрыстап сөйлесе алмадық, расы. Шаққан тез жауап тастайды, әлбетте сіздің пациентлеріңіз күтіп тұрған болуы мүмкін. Сол кезде мен ойланым, онда қалай мына ажапанмен подкастыма шақырмады, қатты сөйлейді, тез сөйлейді, пікірлерін айтам екен, менің сұрауларыма жауап берем екен өзі деп не. Яғни бүгін қарасам, сондай бір тыныш, сыпайы энергияңыз, тынышлығыңыз маған да өтіп, мен де пікірлерімді сізбенен әрқайын бөлісе алдым. Уақытыңызды ажыратып, сондай бір ажайып инсайтлар бергеніңіз үшін рахмет. Өзіме де көп нәрселерді түртіп қалдым. Сізге де кереклі болатын
һәм де түртіп қала алатығын жерлеріңізді күнделік бетлеріңізге жазып қалың. Біз сізбенен қошласпаймыз, және де дахалесе 5-10 жылдан кейін өзіңізді сіз үлкен бір басқаша сфераларда көрсеңіз, біз сол кезде сізді ортамызға шақырып қаламыз, дахалесе. Рахмет келгеніңіз Рахмет, үшін. сау бол. Өзіңіздің ажайып сөздеріңізді ықыласпентерімізге айтсаңыз болады. Сол құрметлі хаял қызлар, қадірі бәлент, құрметлі хамледар хаялар, сіздерді осы халқымыз үшін ашып қойған частный роддом, яғни мемлекеттік емес туу үйінде har bir хаялға босану несіп етсін деп қаламан. Қандай сұрауларыңыз болса, осы біздердің Instagram тармақта Бабур Мед Хоспитал каналға сұрауларыңызды берсеңіз, әлбетте жауап беруге әрекет етемін. Қандай анаға, балаға шарайет керек болса, хаммесі бар. Метрикада аласыз, балаңызға БЦЖ-да аласыз. Хамме шараятлар әсіресе акушер-гинекологыңыз қатты опытный. Соның үшін беймәлел хабарласаңыз болады. Әлбетте, қана жақсы, рахмет. Бұл күнде лайк подкасты YouTube тармағымызға һәм Instagram аккаунтларымызға ағза болың һәм күнде лайк басың.